Қайырлы күн, сүйікті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Сіздерге бүгін керемет тақырып мынандай квантовый скачок жасаудың құпиясымен сіздермен бөлісейін деп отырмын. Жалпы адамзат өмірде мынандай керемет схемадан тұрамыз біз. Адамның ішкі эмоциялары, адамның жалпы нәпсімен күресу дейміз ба, соның барлығы біздің осы измерениялардан өтуімізге, жоғарғы тербелісшілігінен, төменгі тербелісшілігінен осы бағыттарды біз сезіну арқылы адамның өмірінде керемет жаңағыдай кванттық секіріс жасауымызға үлкен бір мүмкіндіктің құпиясымен сіздерге қазір бөлісіп өтейін. Яғни жалпы мысалы мына жерде 0% деп алайық, 0%. Ал мына жерде 500, ал мына жақта 1000 дейміз. 1000, Енді ең бірінші адам жалпы 0%-да жүрген кезде адам бұл жерде ең төменгі бізде төменгі тербелісшілігінде өлім, одан кейінгі қайғыру, жек көру сезімі, ашу, ыза, кек, қызғаныш сезімі болып жатса адамдардың бойында, қорқыныш болып жатса, үрей болып жатса, адамдар өзіне сенімсіздік білдіріп жатса, адамның бойында ылғи да өкпе-реніш болса, өкініш болып жатқан жағдайда, сенімсіздік болған жағдайда, стресс, депрессияда жүрсе, онда біз төменгі тербелісшілігінде жүрміз деген сөз. Яғни сіздерден өтініш, бүгіннен бастап сіз өзіңіздің күнделікті эмоцияларыңызды басқарып бастаңызшы. Егер де сіздің бойыңызда именно осы мен айтқан сенімсіздіктер болып жатса, онда сіз төменгі тербелісшілігіндесіз. Ал төменгі тербелісшілігінің ең аяғы апаратыны ол әрине адамның денсаулығына кері әсерін береді, ең аяғында адамды өлімге дейін апаратын болады. Сол себепті сіздер бүгіннен бастап саналарыңыз түсініп қалған жағдайда біз жоғарғы тербелісшілігіне шығуымыз керек. Жоғарғы тербелісшілігім неге 500-ден жоғары қарай бастаймыз? Ең бірінші адам өзін қабылдау керек. Қалай бар адам өзін солай қабылдап үйрену керек. Одан кейін адамда гармония, бақыт, сүйіспеншілік, толқу, шабыттану, рахаттану, кешірім әр нәрсеге, қуанышты сезіну, бақытты болу, яғни бақыт гармониясын сезіну, барлық адамдарға бір мейірім, махаббатпен қарау, ең жоғарғы тербелісшілігі бізде бұл жерде алғыс. Алла қаласа мен болашақта осы жақын арада сіздерге алғыс тақырыбында керемет бір тақырып дайындап жатырмын. Яғни көрдіңіздер ғой, алғыстың вибрациясы қаншалықты, почти мінекей мына жерде 900-деге, 900 осындай градусқа дейін көтеріліп жоғарғы тербелісшілігіне алып барады. Яғни алғыс дегеніміз әр нәрсеге күнделікті алғыс айту, әр нәрсеге рахмет айту, ертеңгісін тұрдыңыз ба шүкіршілік ету, Аллаға сан сөз шүкір, рахмет айтамын. Яғни тағы да бір күнді көргенім үшін. Әрбір істеп жатқан іс-әрекеттеріңізге алғыс айтыңыз, өзіңізге алғыс айтыңыз, қасыңыздағы жақындарыңызға алғыс айтыңыз, барлығына мейірім махаббатпен қараңыз, өзіңіз шынайы көңілді жүріңіз. Соның барлығы бізді жоғарғы тербелісшілігіне алып келеді екен. Ең соңында мінекей 1000 бұл Алланың нұры. Яғни адамның осы сәтте біздің энергиямыз көтерілген кезде, біз осындай 1000%-ке жеткен кезде, яғни Аллаға жақындаймыз. Яғни Алланың нұры арқылы жаңағыдай біздің бойымызға күш қуат бітеді. Сол арқылы бізде квантовый скачокты жасаймыз. Яғни біз келесі бір измеренияға өтіп кетеміз. Яғни бұл жоғарғы тербелісшілігінде жүрген кезде адам нені қалайды, сол нәрсе орындала беретін болады. Яғни нақты бір запрос жібересіз, сол 5-10 минутта уже орындалып жататын болады. Осы схеманы мен 2002 жылы білген кезден бастап тура осы системамен жүретін болдым. Яғни осы нәрсені сіздерге де бүгін керемет лайфхакпен сіздерге бөлісіп жатырмын. Міндетті түрде сіз бүгіннен бастап өзіңізге сұрақ қойыңызшы. Менің бойымда жалпы қандай сезімдер ойнап жатыр? Мен күнделікті өзімді қалай сезінемін? Сол сезімдерді сіз өзіңіз қабылдап, босатып, енді санаңыз түсіну арқылы сіз келесі жоғарғы вибрацияға көтерілуіңіз керек. Сіз жоғарғы вибрацияға көтерілген кезде ғана бізде өмірімізде қалаған нәрселер келіп жатады. Енді сіздерге кішкене ақпарат бере кетейін.
Жалпы жоғарғы жиілікке бар тербелістерде адам әр қашан әр нәрсеге алғыс айтқан кезде ғана сүйіспеншілікпен, ризашылық, махаббат сезіммен осы шақта өмір сүрген кезде ғана келеді екен. Яғни дәл осы сәтте біз бақытты сезінуіміз керек өзімізді. Жалпы адамдар өзін жақсы көріп, қабылдаған кезде де бұл вибрация ойнайды адам бойында. Сонымен қатар адам өзіне деген сенімділік, құрмет, бақыт гормоны, толқу, шабыттану, әр нәрседен шабыттану арқылы әсер алу, табиғатпен үйлесімділік болу керек міндетті түрде. Одан кейін өмірдің ғажайыптарын бағалаған кезде ғана ішкі тыныштық сезім орнайды екен. Мысалы, адам бойынан тек мейірімділік, жомарттық сезілген кезде ғана адамдар осы жоғарғы вибрацияда жүретін болады. Яғни бір сөзбен айтқан кезде энергиясы, күш қуаты тасып жүретін болады, ал энергия көтерілген кезде сіз жаңа айттық, мынандай квантовый скачок жасайтын боласыз. Ал енді мына төменгі тербеліс жиілікке тоқталатын болсақ, бұл төменгі тербеліс жиілігі бар тербелістерге адам бойында қорқыныш ылғиды, әр нәрседен қорқып жүреді. Мысалы, бір кәсіп бастайын дейді, бірақ та бір қорқыныш болады, менің қолымнан келе ма, келмей ма, ылғида бір үреймен жүреді, ылғида өзіне бір сенімсіз. Даже бұл төменгі жиілікте жүрген адамдар өзін ешқашан қабылдамаған. Әркімді жек көру, өсек айту, өзіңізді басқалармен ылғи салыстырып жүресіз, әр нәрсеге ашулана бересіз, әр нәрсеге өзіңізді или болмаса басқа біреулерді айыптай бересіз, әр нәрсеге бір күмәнмен қарайсыз, күдікпен қарайсыз, не болмаса ылғида көңілсіз жүрудің өзі, сол сезімнің өзі сізді автоматы мына жаққа апарып төменгі тербеліс жиілікке әкеліп тастайды. Сонымен бүгіннен бастап жаңағыдай тәкаппарлық болмау керек адамның бойында, өзіңді, өзгені де құрметтемеу, менсінбеушілік, қорлау, ашкөздік, әр нәрсені адамдардан талап ету, бұл да төменгі жиілікке кіріп кетеді. Адамның бойында кішкентай ғана болсын менмендік, тәкаппарлық болса, ол да төменгі тербеліс жиілігіне кіреді. Сонымен қатар өзін өзі аяу, өзін құрбан сезіну, осы сезімдер болған жағдайда адам түбі стресс, депрессияға душар болып жатады екен. Яғни бұның әрине соңы жаңа айтқандай өлімге алып келеді. Адам ауру, денсаулығынан айырылу, аяғы өлімге алып келетін болады. Сол себепті міндетті түрде сіздер төменгі тербеліс жиілігінен бүгіннен бастап мән беріңіздер, бүгіннен бастап өздеріңізбен жұмыс жасаңыздар. Әр қайсына Алла қаласа болашақта керемет тақырыптар дайындап жатырмын, бөлісемін. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып отырсаңыздар, сіздермен бұдан да керемет жақсы тақырыптармен бөлісетін боламын. Сол үшін ханымдар, адамдар осы төменгі тербеліс сезімдермен өздеріңізбен міндетті түрде жұмыс жасаңыздар. Әрине нәпсімен күресу оңай болмайды, түсінемін, бірақ ең бастысы санаңыз осы ақпаратты қабылдап түсінген жағдайда адам енді тек не істейміз? Мына 500-ден жоғары қарай жоғарғы тербеліс жиілігіне жүруге тырысыңыздар бүгіннен бастап. Яғни біз мүмкіндігінше жоғары тербеліс жиілігіне өткен кезде ғана біз шынайы бақытты боламыз. Яғни не істейміз? Шынайы бақыт сезімін қабылдайтын боламыз. Яғни біз Алламен байланысты күшейтуіміз керек ең бастысы. Күнделікті тек қана егерде прям осы жоғарғы вибрацияға өткілеріңіз келсе, міндетті түрде бүгін осы алғыспен жүріңіздер. Әр нәрсеге ертеңгісін тұрғаннан бастап әр нәрсеге алғыс айтыңыз. Балаңызға да алғыс айтыңыз, жұмысыңызға да, қызметіңізге де, тұрып жатқан үйіңізге де, әр нәрсеге алғыс айтқан сайын сіздің вибрацияңыз резко мына жаққа көтеріліп кететін болады. И сізде квантовый поляға өткен кезде қандай запрос жібересіз, Алланың қалауымен барлығы мынандай галочкалар қойылып, орындалып жататын болады. Алла қаласа, енді осы тақырыптармен сіздермен тереңірек бөлісеміз. Егер де сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде лайк басыңыздар, тіркеліңіздер подписка бөліміне и комментарий жазсаңыздар болады. Рахмет назар қойып тыңдағандарыңызға.